Мотивация менің отбасым, мотивация менің бауырларым, менің алыстағы көз тастап тұрған болашағым, барлығы менің мотивациям. Сол болашағым үшін мен қазір пахать етіп жатырмын барынша. Болашақ ешқашан жалқаулықты кешірмейді. Сол себепті өздеріңіздің жалқаулықтарыңызды хотя бы 10%, 20% болса да жеңіңіздер. Мен қазір полный жеңдім деп айта алмаймын жалқаулығымда, өйткені жалқаулық барлық адамда болады. Мен мысалы жалқаулығымды жеңбеген кезде, хотя бы 20-30% жеңбеген кезінде Алматыға келмейтін едім, жұмыс істемейтін едім, жұмсақ жерімді көтермейтін едім, X-факторға шықпайтын едім, рухайчингке шықпайтын едім, бизнес ашпайтын едім, бизнес жаппайтын едім, рисковать етпейтін едім ештеңеге. Ал қазір мен риск үстіндемін, всегда. Аллаға шүкір. Енді ары қарай әрекет бізден, берекет Алладан. Ал сіздердің ойларыңыз қалай, достар, мотивация жайында? Қарапайым үй жинадым да. Қарапайым үй жинадым, ол өзімнің комфортым үшін да. Ешкім маған үйді келіп жинап тазалап бермейді. Машинамды ешкім жуып бермейді, дұрыс па? Ал ол үйдің таза болуы, машинамның таза болуы өзіме сенімділікті арттыру және де жалқаулықты жеңудің ең басты жолы деп айтсам болады. Өйткені мен үйді тап-таза жинадым, уже мен қанымның барлығы айналады. Үй жинадым, жұмыс істедім ғой енді. Қаным бар айналады, миым барлығы жұмыс жасайды, уже басқа жаққа қарай көңілің бөліп уже шыққың келіп тұрады. Ал үйің шашылып жатқан кезде абарсып жатасың, ойбай, ерініп шыққың келмей болады ғой бір адамда бір өз-өзін жек көріп кететін нәрсе ше. Қазір үйді жинадым, тазаладым, душқа түстім, киіндім, кремін жақтым, шашымды көтердім. Уже охотада бір нәрсе істеуге, барып біреумен кездесуге, бір нәрсе әйтеуір мутить етуге, риск жасауға әйтеуір құлшынып тұрасың да. Сол үшін жалқаулықты жеңу, үйді тазалаудан және де өз-өзіңізді таза ұстап, комфорт болып